Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Эфирдегі TV және біз бастаймыз. Бізде бүгін Сәкен Сейфуллиннің тар жол тайғақ кешуі бізде 5-ші бөлім, біз әрі қарай жалғастыратын боламыз. Так, осы жерден аяқтаған болатынбыз. Бізде келесі революцияның алғашқы жылдары, Керенский заманында патша түсті деген хабар келгенде, қазақ оқығандарының арасында, әсіресе оқыған жастардың арасында жүрегі жарыла қуанбаған адам аз шығар. Патшаның не себепті түскеніне алғашқы уақытта қазақ елі түсіне алған жоқ. Бірақ қазақ елінің бәрі ақ патшаның түскеніне жалпы қуанды. Патшаны қазақ елі жерімізді алды, суымызды алды, өзімізді қорлады, солдат алатын болды, дінімізді жоятын деп жүр, деп жек көруші еді. Орыс патшасымен соғыс қылған жұрттың тілеуін тілеуші еді. Жапониядан жеңілгенде қазақ елі бәлем шоқ дегендей болып еді. Оның үстіне 1916 жылы қазақ жүрегіне қан қатырып кек болып еді. Патша түсті деген хабарды алысымен Омбыдан, Ақмоладан хат ала бастадым. Омбыда, Ақмолада бірге жүрген бір ниетті жолдастардың бәрі қалды артына қарамай патшаның түскеніне мәз болып, жиылыстыра топтарға араласып, жалпы қазақтың пайдасына қорғап, әлеумет істеріне, саясат істеріне қатынасы бастаған көрінеді. Әрине алғашқы күндері большевиктерді білмейді. Тез Ақмола қаласына келдім. Елде де қалада да патша түскен соң топ-топ жиналыс, гу-гу сөздер, күн сайын жиналыс, күн сайын митинг, 2 күнде бір комитет сайлау, 2 жердің бірінде бюро сайлау, жиылыс сайын, митинг сайын сөйлейтін орталар, шешендер, көсемдер шыққан. Бұрын көп көрінбей, білінбей жүретін адамдар жиылыс майданына шыққан. Жиылыс сайын шығып сөйлейтін болған. Қала халқы гу-гу қайнаған, екпіндеген, барлық жоқты жөнді жөнсіз сөз жүндей сабалған. Неше заманнан бері халықтың айтуға аузы бармай жүрген сөздері енді бүрік-бүрік қайнап шыққан. Николай жауыз, қан ішкен Николай залым деген сөздер әркімнің ақ аузында. Бұрынғы приказчик, шолақ саудагер, алыпсатар, учитель, техник, мұғалім, хатшы, переводчик, фельдшер, доктор және басқа осындай адамдардың бәрі енді әлеумет пен саясат майданына шығып, халық атынан сөйлеп көсем болып алыпты. Қала халқы жік-жікке бөлінген. Мәселен, казак, орыс, мещань, мұсылман, татар, қазақ. Учительдер қауымы, қаладағы солдаттар, бұлардың әрқайсысының өздерінің бөлек-бөлек жиылыстары бар. Қала мен даланы басқаруға жалпы комитет сайлаған. Құрамда комитет, коалиционный комитет, бұрынғы приставтарды түсіріп, олардың орнына жаңа кісілер сайланған. Крестьянский начальниктер түсірілген, өз түсіріліп, оның орнына комиссияр сайланған. Мен де келіп, қаладағы қайнап жатқан қалың сөздің ортасына кіріп кеттім. Мен қалаға келсем, қалалық уездік құрама комитет сайламайын деп жатыр екен. Сайлау туралы сөз болды деп қала қазақтарының көсемдері медреседе жиылып жатыр екен. Мен де бардым. Медреседің бір үлкен бөлмесіне лық толған қазақ, сөзді бастап отырған оқыған жігіттер. Мен де сөзге кірістім. Ортаға түскен әңгіме не қыламыз деген мәселе. Патша түскен соң халыққа саяси ерік тиген соң бұқара халық не қылатын білмейді. Бұл мен киліккен жиналыста не қыламыз деген мәселеден мынадай сөздер туған. Елде қазір үкімет жоқ. Оған не қыламыз? Елді билеу керек. Қалай билеу керек? Бұрынғы болыстарды не қылуымыз керек? Мына қалада сайланайын деп тұрған уездік қалалық құрама коалиционный комитетте қырдағы ел атынан кісілер кіре ме? Қанша кіреді, қалай деген талқыға түскен. Әркім ойындағысын айтады. Әркім не қыларын білмейді. Тәжірибе жоқ.
тәртіп жоқ, жоба жоқ. Сөйлеген кісілер көбінесе күрмеліп, малтығып, көт айнала сөйлейді. Көбінесе турасыну кіргізе алмайды. Көбінесе бір сөзден бір сөзге көшеді. Бірақ әйтеуір сөз көп. Біраз сөйлеп отырып, ертең тағы да жинамақ болып тарқадық. Ертеңіне Ноғай қазақ болып тағы да медресеге жиналдық. Ноғайдың бір-екі оқыған шолақ саудагерсымақтары өздерін көрі көсемдік қылады екен. Сейіт Латыпов, Шәріп Ялымов, бұлар ағып тұрған сөз. Өздері батыл, өздері екінді, өздері күллі мұсылман атанатын сөйлейді екен. Бұл жиналыстағы әңгіме мынау: ертең қалалық және уездік құрама комитет сайланғанда көбіне азына қарамай әр халықтан, әр таптан, әр қауымнан, әр ұйымнан кісілер бірдей кіреді екен. Мәселен, мұсылман, казак-орыстан, мещандардан, славодкадан, солдаттардан, учительдерден, қауымдарынан, бәрінен құрама комитетке кісі бірдей кіреді екен. Бұған жұрттың көбі риза емес. Жалғыз казак-орыс риза. Бұл сөз кеште әрбір жерде әңгіме болып жатыр екен. Сейіт Латыпов бізге бұл әңгімені түсіндіріп айтты. Біз мұсылман, қазақ, татар халқы болып, бұған қарсы болуымыз керек. Біз көп бола тұрып, орыстың әр түрлі уақ бөліктерімен бірдей болмауымыз керек. Құрама комитет, коалиционный комитет болмасын. Сайлау жалпы болсын. Жұрттың бәрі сайлауға бірдей кірсін. Комитетке сайланатын кісілердің спискесін әркім өзі жазып берсін. Жазған қағазын бүктеп, сайлау жәшігіне әркім өзі салсын. Сонда соң кімде-кім дауысты көп алса, сол комитетке өтсін делінді. Бұл сөзді бәріміз де мақұлдап таптық. Бұлай болса, ертең бұрынғы қала басқармасының үйіне управаға омбыдан осы комитет сайлайтын басқаруға келген бір комиссар жұрты жинайды. Сол жиналған жерде сөз сұрап алып, құрама комитетке біздің барлық мұсылман халқы риза емес деп айтайық. Одан соң осы риза болмауды бастап отырған учитель қауымының бастықтары Горбачев, Колтунов деген кісілер, олар семинарияда тұрады. Мұсылман атынан қазір бір-екі кісі соларға барып сөйлеп қояйық деді. Мұны да мақұл таптық. Ертең мұсылман атынан сөйлеуге жұрт Латыповты сайлады. Қасына мені қосып берді. Сол жиналыстан кейін семинарияға барып, әлгі учительдердің бастықтарымен сөйлесуді және сол Латыпов екеумізге тапсырды. Біз семинарияға келіп, Горбачев пен Колтуновқа кірдік. Екеуі бір үйде отыр екен. Бұлардың менің көргенім сол еді. Екеуі де семинарияның оқытушылары, революцияның нұсқауына түсінген адамдар екен. Жастары 30-40 келген. Біз мұсылман халқының құрама комитеті туралы қылған қаулысын айттық. Бұлар мұсылмандардың бұл қаулысын тәуір көріп қалды. Бізге сайлау реттерінде және басқа да сондай тәртіп реттерін түсіндіріп айтты. Ертең бұл сөзді айтатын жалғыз сіздер болмайсыздар. Ертең бұл наразылықты жұрттың бәрі де айтар. Біздің учительдер қауымы азғантай болып отырып, үлкен қауымдармен бірдей комитетке кісі кіргізіп, көпшіліктің ақысын жемейді. Бұл құрама комитет дегенді шығарып отырған бұрынғы жаман қылықты адамдар. Бұлардың мұнысын істетпеу керек. Енді бөлінетін ештеме жоқ. Сайлау жалпыға бірдей, көпке бірдей болу керек, деді. Біз біраз сөз сұрап, қош айтысып шықтық. Ертеңінде омбыдан келген комиссар бұрынғы қала басқармасының үйінде жиылыс құрды. Біз де келдік. Жұрт жиналып жатыр. Үлкен үйге жұрт лық толып, иін тіресіп тұр.
омбыдан келген комиссар бір семізші офицер төрде отыр. Қасында 4-5 кісілер бар. Алдында көк шұға дастархан жапқан әдемі үстел. Жиылыс ашылды. Жиылыс ашылған соң әркім сөз алып, әлгі құрама комитеттің сайлау тәртібін риза еместігін айта бастады. Мұсылмандардың атынан Латыпов айтты. Латыпов сөйлеудің ретін біледі. Өзі батыл және ысылыңқыраған жігіт. Көпшілік бірыңғай наразы болған соң құрама комитет болмайтын болды. Уақытша комиссия сайланып, қайтадан жалпы құпия ретпен уездік қалалық комитет сайланатын болды. Орыс, қазақ, татар сөйлесіп списке жасадық. Және бір спискені орыстарының бір жігіт жасапты. Сонан соң тағы да жік-жік болып 5-6 списке жасылып сайлау болды. Сайлаудың ішінде біз де кірістік. Қазақтан комитетке 1-2 кісі өтті. Қазақтан кісінің аз өткенің себебі қазақтың сайлау тәртіптеріне әбден түсінбегендіктері болды. Сайланған комитет елге үгіт-насихат баяндама қылдыруға кісілер жібермек болды. Комитет кісі жіберуді маған тапсырды деп Ялымов оқыған қазақты медресеге жинады. Бардық. Кейбір оқусыз адамдардың да жиналыстардан қалмайтын келді. Ақмола жатақтарының пысық бір бастығы біздің Балапан деген кісі келді. Ялымов жиналысты ашып көріп, өзім деп сайлап отырды. Қырға бірнеше кісі шығаратын болдық. Ялымов Ақмоланың ноғайы. Өзі біраз оқығандау. Өзі кіре конторанда қызмет қылады. Және кішкене бақал дүкені бар. Шолақ көпес. Әрине, жүрген тұрған саудагер қулау пысық келеді. Сол пысықтықпен енді патша түскен соң барлық мұсылмандардың атынан сөйлеп жүр. Қалалық комитетке қазақтың ноғайдың күшімен кірген мінез ерорық жындылау адам еді. Қырға қазақ еліне кісі шығуға әлгі медресеге жиналып сөйлесіп отырғандарымызға біз сөздің ретінен Ялымов пен біздің Балапан қағысып қалды. Балапан: қырға ылғи қазақ жігіттерін жіберу керек дейді. Ялымов: ноғай жігіттерін көбірек шығарсын келеді. Ноғай болған көбі сол-ақ балаға саудагері болады. Осы ретте Балапан екеуі қағысып қалды. Ялымов Балапанға ақырды. Үстелді қойып қалып түрегеліп Балапанға ежірейді. Балапан қанша көсем пысық болғанмен қаланың кедейі жатағы азырақ бәсеңсіп қалды. Бірақ қорыққан жоқ. Ақырында қырған қазағы бар, ноғайы бар бірнеше кісілер шығатын болып тарқадық. Тысқа шыққан соң кейбір жігіттер қалжыңдап Балапанға күлді. Ялымов сізге ақырып тастады-ау десті. Ертеңде Балапан менің пәтеріме келді. Ялымов деген бір ит қой өзі. Мұндай ит әнеугүні қайдан сайлады осы деді. Мен қалжыңдап күліп, бірақ өзіңіз кеше одан қаймығып қалдыңыз ғой дедім. Балапан: жоқ, мен кеше өзім қапыда қалдым. Ол маған үйдеп айтуға не имеешь права екен, оны өзім соңынан біліп қалдым деді. Балапанның осы сөзі осы күнге шейін Ақмола жігіттерінің аузынан қалмайды. Тез бұдан кейін тағы да комитет сайлауға болды. Қысқасы, аз уақытта Ақмолада талай жиылыс болып, талай рет комитет сайлауы болды. Уездік комитет атанын қырға кісілер шығып, қазақ арасында да комитет сайлайтын кіргізе бастады. Сансыз жиналыстың, сансыз сайлаудың жуан ішінде жүрдік. Сөз көп, пәтуа жоқ. Жиналыс көп, тиянақ жоқ. Үкімет әлсіз, үкімет комитеттің қолында болмай, ақырында Керенский үкіметінің уездік комиссарасы келді. Уездің әмірі соның қолында болды. Бірақ оның әмірі де қуатты, күшті емес. Жұрттың бәрі өзі бек, өзі төре, сот дағдарып
милиция әлсіз бола бастады. Үкіметке бағыну азая бастады. Николай заманында ел жеген болыстар, ел жеген приставтар, крестьянский начальниктер бос жүрді. Кейбіреулері бұрынғы орындарынан түссе де жазаларын тартпай кеңшілікте жүрді. Оларды жазаландырайын деген үкімет жоқ болды. Бұрынғы емес, әсіресе кешегі 1916 жылғы қазақтың бунтында қазақ жастарын қара жұмысқа алған қарсаңда қазақты жеген, қазақтан қан қатсатқан жаман адамдардың, залым ұлықтардың жазаларын тартпай бос жүргендеріне іш күйінейін болды. Не қылуға білмеймін. Құр тек әр жерде айтып құр жүгіріп жүрдік. Спасск заводында тұрып 1916 жылғы қазақ жастарын приемнан қалдырам деп заводқа бай Сейіткамалұлымен бірігіп елді тұздықпен соққан начальник Гаякович дегенді және Ақмолада тұрып Ақкөл поселкесінде тұрып жастарды қарағанда елді тоқтыша домалатып сойған Орлов деген начальникті тұтқынға алып сотқа беріп жазасын тартқызайық дегеніме ешбір демеу таба алмадым. Біраз тыпырладым да қойдым. Жазалы адамды жазаландыратын пәтуалы, қуатты, әділ сотты, күшті үкіметті табу қиын бола бастады. Жұрт өз бетімен кетті. Жұрттың көбі бостандықты өз еркімен өзінше түсіне бастады. Біреуді біреу басынып, бір лайықсыз іс істесе, бұл қалай десең, бұл свавода дейтін болды. Қазақстанның әр жерінде ақ уездік облыстың съездер ашыла бастады. Сәуір кезінде Омбы қаласында Ақмола облысының облыстық қазақ жиылысы деген болды. Жиылысқа біз Құсайын фельдшер мен Байсейітті жібердік. Бұлармен бірге өз беттерімен қырдың бір-екі жуандары да кетті. Бірі Тама Жантөре, бірі жоғарыда айтылған Қорынкөлдің Олжабай болысы. Сол жиылыста облыстың қазақ комитеті сайланды. Жиылысқа Орынбордан қазақ газетінен Міржақып келді. Тез одан соң Ақмолаға облыстың комитеттен екі қазақ жігіті Әділұлы, Кемеңгерұлы деген комиссиялар келді. Олар келген соң уездік қазақ комитетін аштық. Қазақ комитеті қазақ істерін басқаратын болды. Бірақ күш үкімет уездік комиссиялардың қолында. Әлі де уездік съездер, жиылыстар болып жатыр. Кеңестер болып жатыр. Әрбір кеңесте қазақ атынан уездік қазақ комитетінен кісілер кіргізіп жатырмыз. Қазақ комитетінің төрағасы Дүйсенбайұлы деген қазақ адвокаты, оның орынбасары мен мүшелері Әділұлы, Кемеңгерұлы, Шегенұлы, біраздан соң Айбасұлы және тағы басқалары Ақмола өзінің бірсыпыра іс білетіндерін қызметке жиып алдық. Қазақша баспахана орнатып, газет шығармақшы болдық. Ақша жинап, Дүйсенбайұлын машинамен қарап сатып әкел деп Қазанға жібермекші болдық. Мені уездік комитеттің төрағасы қылды. Енді қайтадан Ақмола уезінің барлық қазақ еліне комитет сайлаушы кісілер жібердік. Болыстық комитетті қалай сайлау керек екенін, елге қандай уағыз айтудың керек екенін айтып, және бұрынғы елді езген жәбірленген адамдар болыстың комитеттерге сайланбауларын тапсырып, сайлауға шыққан комиссияларымызға нұсқа жасап бердік. Және
шығаратын газетімізді елден алатын кісілерден ақша жинап келуге газетке жазылу дәптерлерін беріп жібердік. Ақмола уездік комиссариясы мен қазақ комитетінің арасы енді жаман бола бастады. Өйткені себебі мынау: мен бір жұмыспен елге шығып кетіп едім. Бір күні бір митингіде уездік комиссиялы Петровты біздің Рахымжан Дүйсенбаев Қазаннан қайтып келген бетінде сөгіпті. Петровтың бір жаман сөзіне қарсы шығып сөйлеп, Петровтың провокатор депті. Әрине, бұған комиссар шамданған Дүйсенбаев мені жәбірледі, балағаттады деп сотқа берді. Біз Дүйсенбаевқа қорғап омбыға облыстық комиссарияға, облыстық қазақ комитетіне, облыстың совдепке Петровты айттап өзімізден басқаға білдіртпей телеграмма бердік. Қазақ комитетінің 3-4 мүшелері сол комитетте жататынбыз. Дінмұқамбет Әділұлы, Бірмағанбет Айбасұлы, Кемеңгерұлы мен төртеуміз бір бөлмеде жататынбыз. Күндегідей байқам ұйықтап жатыр едік. Түн еді. Біреу келіп есікті қақты. Ояндық, есік аштық. Бүгін десек, қағаз таситын поштабай екен. Немене дедік? Сіздерге повестка деді. Қане, не қылған түн ішінде повестка? Оқыдық. Рас, повестка. Орыстың уездік комитеті бізді асығыс мәжілісіне түн ішінде шақырыпты. Үрпейісіп, бірімізге біріміз қарастық. Тағы поштабайға: бұл не қылған жиылыс? Кім бар онда? дедік. Білмеймін, не қылған жиылыс екен, маған шақырып кел деп осы қағазды берді. Комитеттің мүшелері өздері ғана жиылысып отыр деді. Барайық деп бәріміз де тез киініп алып жөнелдік. Қазақ комитетінің мүшелерінің бәрін де шақырыпты. Тысқа шығып жүгіріп, өзге мүшелерді де пәтерлерінен тұрғызып алдық. Жолшыбай Баймағанбет Өгізтайұлы деген қазақ комитетінің бір мүшелерінің есігін қағып оятып алдық. Баймағанбет патша заманында начальникі тілмаш болған кісі. Орысшаны тәуір білетін адам. Ойбай, қазір асығыс жиылысқа шақырып жатыр. Жүріңіз дедік. Баймағанбет шошып кетті, састы. Немене екен дей берді. Қорықса да болмай алып жүрдік. Ай қараңғы түн ішінде көшемен дедектеп бір топ қазақ комитеттері келе жатырмыз. Қала жым-жырт ұйықтап жатыр. Көшеде адамдар көрінбейді. Аспан алабұлт ашылған бұлттарының араларынан күлімдеп жұлдыздар ғана қарайды. Албастарының көзіндей қараңғыда терезелерді жылтырап, тұнжырап үйлер тұр. Біз өңшең қазақ комитеті сау аяңдап келеміз. Баймағанбет қорқып сөйленеді. Япырай, неге шақырды екен? Не қылып, не болып қалды екен? Бір сұмдық болды ғой. Ай, балалар-ай, осы байқаңдар деп талай айтып едім. Болмаушы едіңдер. Ал енді бір сұмдық болған ғой. Патша орнынан қайта мінген ғой, дейді. Орыс комитетіне келдік. Мүшелері жиылып отыр екен. Уездік комиссар отырып, бәрі жай ызбарлы, асыққан кісілердің түрі жоқ. Іштерінде тағы да бір Мартылога деген жігіт отыр. Бұл комитеттің мүшесі емес. эсер партиясының хатшысы жиылысты ашты. Сөзді қозғап, әңгімені былай екен: біздің омбыда 3 адреске комиссар Петровты қаралап соққан телеграммамызды Петров біліп қойған екен. Сол туралы орыс комитеті өзара сөйлесіп, түн ішінде бізді қолға алуға шақырған екен. Салғаннан бізді
біріп алды да кетті. Петров та шешен, орыс комитетінің өзге мүшелері де шешен. Әсіресе Петров пен Колтунов деген семинарияның екеуі күжілдеп, жұлқынып, бізге кәрлеріп төкті. Бұл өтірік донос, бұл үкімет кісісін өтірік қаралау, дәлелмен, документпен Петровтың айыбын мойнына қойыңдар. Әйтпесе өтірік жала үшін сотқа берілесіңдер деп үстелді қойғылап шаптықтар айда келіп, бізде документті дәлел жоқ. Састық, айтыстық. Петров шаптығып, жұлқынып сөйледі. Долданды. Жазасыз өтірікпен мені айыптап, провокатор деп омбыға телеграм соқтыңдар. Провокатордан атады, мені атылсын дегенді не дәлелің айтасыңдар? Қандай дәлелдерің? Салыңдар мына үстелге. Енді не мен өлемімне тегіс сотқа беріліп тиісті жазаларыңда тартасыңдар деп қылышымен жерге түйіп қойды. Біресе жылайды. Ол жыласа кейбір орыстар да жылайды. Менің революцияда еңбегім сіңген еді. Өз солдаттарымызды ертіп, ең алдымен патшаға қарсы шыққаның бірі мен едім. Мен кәрі революциялардың баласы едім. Петров Потапенко деген жазушының пәлен кітабындағы Саша деген бала мен едім. Енді осынша қаралап жазықсыз күйе жағатын мен не қылдым деп жылайды. Айтыс жаманға айналды, шиеленді. Қазақ комитеті қорқып қашуға айналды. Баймағамбет тысқа шығып келем деп кетіп келмей өшті. Сұлтан кетті, Үсекең кетті, Құсайын кетті және басқара кетті. Айтыста қалған Бірмағамбет, Айбасұлы, Дінмұқамбет, Әділұлы, Кемеңгерұлы мен төртеуміз-ақ. Өзге комитеттері тайды. Ақырында біз жеңілдік. Артынан кешікпей біздің телеграммамызбен омбыдан 2 комиссар келді. Бірі орыс, бірі қазақ. Хамутов пен Сейітұлы. Олар біздің комитеттің мәжілісіне келді. Мәжіліс жанжал бітті деген соң олар қайтты. Солайша іс бара берді. Әйтеуір даңмен комитеттің ісін жүргізген болып жатырмыз. Болмаса қолда күш жоқ. Тіпті жалпы үкіметте күш жоқ, закон жоқ. Біздің істеп жатқан үлкен бір ісіміз қалың малды құртып, әйелдерді сүйгеніне жіберіп жатырмыз. 1916 жылы елден қақсатып жылатқан 2 болыстың үстінен 120 шамалы арыз келді. Істері адам айтарлық емес. Біз не қыламызды білмейміз. Орыс сотына берейік десек, біз қазақ ісіне кіріспейміз деп орыс соты алмайды. Осы 120 арызды тексеріп, оны жазалы адамдарды жазаландырсаң екен деп омбыдағы қазақ комитетіне жібердік. Бұл болыстың комитеті біздің істеген үлкен бір сынымыз болды. Бұл болыстың комитет бұл арызды біраздан соң ешбір жөнді нұсқау айтпай өзімізге қайтарды. Біз облыстың комитетінің мұнысына наразы болдық. Бұл үстінен 120 арыз берілген 2 болыс өзі комитеттілерге өте белгілі адамдар еді. 1916 жылы елді шулатқандары жұрттың құлағаннан әлі де кеткен жоқ еді. Бұларға сот жасамаған соң Ақмоланың облыстың қазақ комитетінің өзіне көңіліміз толмайтын болды. Бұл 2 жауыз болысқа ештеңе істемеген соң облыстың комитеті жауыздыққа қарсы болады деп ойлаудан
қалдық және облыстық комитеттің мүшесінің бірі әлгі екі болыстың бірінің інісі Төлеубай еді. Бұл әлгі 1916 жылы мен ауылына Санағалыға баратын Қоржынкөл болысының інісі Төлеубай менің оқып жүргенімдегі жақын танысым. Үстінен елі 80 арыз беретін болыс сол. Төлеубайдың сондағы болыс болатын ағасы Олжабай. Бұл Олжабай өзі шешен пысық адам болған соң алғашқы патша түскен кезде Ақмолаға келіп жиылыстарда сөйлеп аз уақыт көсемдік қылған. Сол қарсаңда болған облыстың съезге өз бетімен барып өзінің ауылдағы інісін облыстық қазақ комитетіне мүше қылып өткізіп келген. Бұған біз риза болған жоқпыз да елінен үстінен 80 шамалы арыз келген соң Олжабай қолға түспей Ақмоладан қайтып кеткен. Олжабай болыстың үстінен арыз берушілер көбінесе әлгі 1916 жылы патшаға қарсы қазақ ереуіл жасағанда Олжабайдың көрсетуінен шабылған атылған қазақтардың айналасы. Бұл туралы біз Ақмоланың облыстық комитетіне талай қағаз жазып, талай телеграмма жібердік. Облыстың комитетке араларыңның Төлеубайдың шығар деп талай телеграм соқтық. Облыстық комитет біздің сөзімізді тыңдамады, Төлеубайды шығармады. Міне содан соң әлгі арыздарды облыстың комитетінің өзінде не қылар екен деп жіберіп, оны да аяқсыз қайырған соң облыстың комитетінің кімдікі екеніне енді әбден көзіміз жететін болды. Сонымен Ақмоланың өздік қазақ комитеті мен облыстық қазақ комитетінің арасы жақсы болмай бір-біріне қарсы бола бастады. Іс сөйтіп бір қалыпты жүре берді. Жас қазақ деген жастар ұйымынан ашқанбыз. Ұйымның мақсаты халық арасында заң білім тарату және саясат істеріне қатысу. Қауымның қысқаша жобасы болды. Қауымның басқармасы болды. Төрағасы Сәкен Сейфуллин, мүшелері Әділұлы, Айымбасұлы, Асылбекұлы, Серікбайұлы, Нұркеұлы. Жас қазақ ұйымын ашқан сағаттағы жазылған мүшелердің саны 40-50 шамасында еді. Соңынан одан көбейді. Бәрі қазақтың азды-көпті оқыған жастары. Жас қазақ ұйымының ісін жүргізетін хатшысы, ақша есебін басқаратын казначей болды. Мөр штампы болды. Күзге қарсы шаппеграфпен айна деген журнал шығарылды. Ұйымның баспаға басылған таралған жобасы болды. Жобада ұйымның саясаты ретінде мемлекет құрылысы ретінде қабыл алған жолы мынадай еді. Жас қазақ Россияның ең дұрыс жобалы төңкеріліс партиясымен бірге майданға шығады. Он соң Россияның құрама федерация республика болуы қуаттайды. Міне осындай еді. Бұл жас қазақ ұйымыны 1913 жылы Омбыда оқып жүргенде өзіміз ашқан бірлік ұйымы тәрізді. Айырмасы сол, бірлік патша үкіметінен жасырын ұйым еді, ал жас қазақ жасырын емес. Және жас қазақ әлеумет үкімет істеріне де көріне қатынасын болды. Жақсы болсын, жаман болсын, қазандай қайнап қазақ комитеті мен жас қазақ істері жүре бастады. Қырдағы елдерде болыстың комитеттер сайланды. Көп жерде бұрынғы ел деген
адамдарды комитеттерге кіргізбей тастадық. Әйелдерді сайлауға кіргіздік. Әйелдердің бостандық еркін қорғадық. Қалың малды құрығымыз жеткен жерде алғызбайтын болдық. Атастырып қойған күйеуін жақтырмаған қызды, қатындарды босатып сүйген жігіттеріне тоқтаусыз жіберетін болдық. Ақмола уезінің қазақтарының соты да, милициясы да, үкіметі де уездік қазақ комитеті болды. Қазақ комитетінің алдынан қазақтардың топ-топ аты кетпейтін болды. Шұбап қазақтың қыз-келіншектері комитетке келіп, бостандық қағаздарын алып кететін болды. Бір күнде 18 әйел бостандық қағаз алған кезі де болды. Комитеттің ісі солайша жүре берді. Ақмола облысының басқа уездерінде де осындай уездік комитеттер ашылған, бәрі де әлінше істерін жүргізуде. Әр уездік және қазақтың әр облысының істеп жатқан істері газеттер арқылы және кей жерлерден алып тұратын хаттар арқылы белгілі. Қазақтың әр уезінде ақ, әр облысында ақ әлінше іс жүргізіп жатыр. Бәрінде де осындай комитет бар. Істің жүрісі бір жерде, епкіні бір жерде, баяу шабам. Әр жерде ақ газет шығара бастады. Семейде Сарыарқа газеті, Ташкентте Алаш газеті, соңынан Бірлік туы, Бөкейлікте Астрахан қаласында Ұран газеті, Ақмолада Тіршілік газеті, Орынборда бұрынғы белгілі Қазақ газеті, Сарыарқаны басқарған Қалел Ғаппасұлы жазушылары Ермеков, Бөкейханов, Тұрмағанбетов және басқалар, Алашты басқарған Көлбай, Тоғысов, Бірлік туын басқарған Мұстафа Шоқайұлы, жазушылар Болғанбаев, Төреқұлов, Қожанов және басқалар, Ұранды басқарған Мұсаұлы, Тіршілік басқарған Рақымжан Дүйсенбеев пен Сатубақас Сейфоллаұлы мен жазулары Асылбеков, Өмірбай, Дөнентаев және басқалар. Қазақты басқарған Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатов, жазушылары Бөкейханов, тағы солар. Бұл газеттер Тіршіліктен басқасынан бәрі де бір бетте болды. Бәрі Орынбордағы Қазақ газетінің ықпалымен жүрді. Бәрінің құлақ күйін Қазақ газеті бұрап беріп, нұсқау беріп отыратын болды. Қазақтың басындағылар Қазақстанның әр жеріндегі ниеттес адамдарына нұсқа беріп хат жазып жатты. Газеттердің бәрі көз жұмбай ұлтшыл болды. Ұлтшыл болған соң еріксіз байшыл газет болды. Бәрінің ортақ туы Қазақ газеті болды. Міне осы газеттерді оқып, Қазақстанның қай жерінде не болып жатқанын сырттан бақылап жаттық. Қазақ комитетінің көбінің ақ саяси жолы, әлеуметтік ісі біздің Ақмоланың облыстық комитеттермен өзгеше емес, көбі ақ бір қалыпта комитеттердің басында қазақтың бұрынғы үлкен оқығандары, адвокат, судья, доктор, чиновник, переводчиктер, байдың балалары, ал бұларды билеуші молдалар, ишандар, бұрынғы жуан болыстар. Мысалы келтірейік, Алаштың тіреулері жуандар, қазіреттер. Олар Орал облысында сол қарсаңда қазақтардың облыстық съездері болды. Олар облыстың өзінен облыстық қаласына Орал текеге қазақтар жиналды. Жиналыс қаланың ат ойын үйінде циркте болды. Съезд ашылды. Басқарма сайланды. Басқарма цирктің ортасынан үстел құрып қойып отыр. Съезд адамдары цирк ішінде жағалай толып отыр. Және цирк ішінде айнала иін тіресіп съезді көруге тыңдаған келген көп халық тұр. Іштерінде бірен-саран оқыған әйелдер де бар.
қарап тұрсаң съезде Орал губерниясының қазақтарының қаймағы жиналып ылғи қасқа және жайсаң. Съезде меңгіреп отырған барлық қазақтанға белгілі зор оқығандар Қалел Досмұқамбетов, Жанша Досмұқамбетов, Ғұбайдолла Әлібеков тағы да көп зор оқулылар құрылып отырған съезге қарап жібергенде осының бәрін көріп дегенде кісінің көңілі толғандай көңілі толмай қайтеді. Ылғи зор оқыған көзі ашықтар, іштерінде оқыған әйелдер де бар. Жұрттың бәрі тізіліп отырып, бірақ өзгеден бөлек бір-ақ кісі жерде